Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге асқабақтан оңай әрі тез дайын болатын өте пайдалы тағам түрін көрсететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, маңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Құрамы үш-ақ заттан тұратын өте пайдалы тағамды дайындау үшін алдын ала керекті заттарды осылай дайындап аламыз. Бізге керек 4 жұмыртқа, ұн және де асқабақ қажет болады. Асқабақтың сыртын қабығын ажыратып, ішіндегі дәнектерінің барлығын тазартып алғаннан кейін, пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай жіңішке етіп турап алатын боламыз. Асқабақтың құрамында калий, кальций, магний, иод сияқты элементтер көп. Негізі өте пайдалы, сонымен қатар денсаулыққа пайдасы зор, артық салмақтан арылуға, қант диабетіне өте пайдасы көп. Және де асқазан, бүйрек, бауырға, ішек жолын тазартуға да, асқазан ауруларына да, давлениясы бар адамдарға да өте пайдалы. Мінекей осылай турап аламыз барлық асқабақтарымызды жіңішке рет-ретімен. Асқабақты аяғы ауыр аналарға да пайдасы зор. Сонымен қатар асқабақтың өзін ғана емес, соның ішіндегі дәндерін де жеп тұрыңыздар, пайдасы өте зор. Мінекей барлығын турап алғаннан кейін енді бізге ұн қажет болады. Ұнның үстіне осылай екі шетін, яғни малып алатын боламыз. Содан соң барып жұмыртқаға салып, барлығын дайындап алғаннан кейін майға қуырып алатын боламыз. Құрметті көрермендерім, осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен өз арнамды бөлісіп қоюларыңызға болады. Енді алдын ала майымызды қыздырып дайындап аламыз, содан соң қуырып алатын боламыз. Барлық асқабақтарымызды осылай салып аламыз, екі шеті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Асқабақты кез келген тағам түрлеріне қолдануға болады. Мантыге, самсаға, сонымен қатар асқабақты буға пісіріп жесеңіз де өте пайдалы әрі дәмді. Асқабақ қосылған тағамдар ерекше дәм беретіні сөзсіз. Сонымен қатар пайдасын да сіздерге айта кеттім. Өте пайдалы. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Пайдалы рецепттердің бірін міндетті түрде жасаңыздар. Мінекей осылай қызартып пісіріп алғаннан кейін майынан сырғытып, ыдысымызға салып алатын боламыз. Қуырылған асқабақтың дәмі кішкене балықтың дәміне келеді. Менің жолдасыма және балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Осымен асқабақтан жасалған тағамымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай ерекше әрі пайдалы тағамдардың бірі болды. Сонымен қатар дәмі де ерекше, тіл үйретінде өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермендерім. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше міндетті түрде арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз және де пікір қалдыруды ұмытпаңыз.